Достар, Құранда мәт әріптерінен болған әлифтің оқылмайтын тұстары бар. Соны мен сіздерге Құраннан практикалық тұрғыдан көрсетіп өтейін. Мәселен, Бақара сүресінің 42-ші аятын алайық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Вала талбисул хаққа бил батил. Осы жердегі вала талбису сөзінен кейін екі әлиф келіп тұр. Және де сіз бұл жерде осы екі әлифті оқымайсыз. Вала талбисул деп бірден әл-хаққа сөзінің ләміне сукунмен түсесіз. Вала талбисул хаққа. Не себепті мына жерде екі әлиф оқылмайды? Біріншіден, бұл әріптер өзі табиғатында әлсіз әріптер болып есептеледі. Сол себепті екі сөздің ортасында келгенде, және әлгі екі сөз белгілі бір ережеге бағына отырып біріккен жағдайда бұл әріптер түсіп қалады. Екіншіден, Құранда әлиф келіп, оның үстінде мынандай нүктеге думалақ келетін болса, және де мынандай уасыл хамзасының белгісі келетін болса, ол екеуі оқылмайды деген сөз. Үшіншіден, әл-хаққа сөзінің ләмінің үстіне сукун қойылып, сізге бірден осы ләмға түстеп, жеңілдік жасалып көрсетіліп қойған. Вала талбисул хаққа деп. Төртіншіден, бұл шәмсия және қамария тақырыптарында қаралатын ереже. Сол себепті менің каналымнан шәмсия және қамария тақырыптарын тағы да бір пысықтап алыңыз.